Шын айтқанда, бұл театрдың болашағы үлкен, зор. Бұл біздің дәстүрлі өнеріміз, алтын, құнды. Меніңше, әр Қазақстан, әр қаласында осындай дәстүрлі театр ашылу керек. Бұл біздің ұлттық құндылығымыз. Бұл әр театр, әр облыста, әр қалада болу керек деп ойлаймын. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы қарсаңында ашылған Алатау дәстүрлі өнер театры бүгінде жан-жақты шығармаларға ие. Мұнда ұлттық құндылықты дәріптейтін 70-тен аса өнерпаз бар. Ал көрермен көңілінен шығу үшін қанша уақыт дайындалу керек? Сахна сыртындағы өмірді көру үшін бүгін осы театрға арнайы ат басын бұрдық. Жастар, басым бөлім жастар. Бұл бізді шынды айтқанда қуантады, бұл біздің театрымызды. Өзінің бір тұрақты көрермендері пайда болып жүр. Театрда енді әртүрлі бағыт, ән дейміз ғой. Мысалы, міне хор, акапелла, Манарбек деген біздің қарабегіміз, дауысқа бөліп, талантты жігіт. Біздің репертуарларда сол әр 5 мектеп қой енді сол, әр мектебіне мән береміз. Әр мектептен әр мектептің тұлғаларынан қойылымдар қойғымыз келеді. Мұхитты, Жетісудан жыр, Жамбыл атамыздың Құтыдан қойып жатырмыз. Болашақта көп жоспарларымыз бар. Біз балаларға арналған ән, бір қойылымдар қойғымыз келеді. Осы дәстүрлі әндерді кірестіре отырып. Жақсатам деді. Сен сүйем десе, сағынам күнді көрмейім десе, саған болып көрген жоғым маған, арман болып өзіңе сүйем десе, Қазақстан шолпан жанған ұдай өмір сүрген қандай жанымдасың, атым арымдасың, саған деген махаббат дамылдасың, тек сенің топырағыңда жамылдасың. Мынау Қазақстанның керемет ән. Біз осы Стамбулда осы әнді орындағанда, сол жақта қандастарымыз бар ғой, сол жақтың қазақтары, сол жақтың көздеріне жас алып, ерекше қабылдады осы әнімізді. Бөлек қабылдады. Бұл театрдың басты мақсаты дәстүрлі өнерімізді ұлттық брендке айналдыру, заманауи үлгіде халық назарына ұсыну. Осы міндетті мінсіз атқару үшін өнерпаздар маңдай терін төгіп еңбек етіп келеді, ал біз сияқты көрерменнің ыстық ықыласы оларды тек шабыттандыра бермек.